Аты жөніңді айта кетсең? Менің есімім Асылхан. Олай болса, сұрақты бастайын. Оғашта болса қояйын. Сен бұл жерде неше жастан бері келе жатырсың? Шынымды айтсам, бұл жағын білмедім. Егер ата-анаң осы сұхбатты көріп отырса, не айтар едің? Білмеймін, мен ата-анама шығарған өлең бар еді, соны айтсам болады ма? Әрине, айта ғой. Анашым, кеудендегі жүрек пе, әлде темір ме? Тастар болса, неге әкелдің өмірге? Неге аямадың сен мені? Тума жатып, дақ түсірдің көңілге. Анашым, хайуанға тастамайды баласын. Мені сұлу періштені қайдан енді табасың? Кеудене сен деп соққан жұдырықтай жүрекке өмір бойы сұрақ белгі болып қана қаласың. Өте әсерлі өлең екен. Сені ата-анаңмен қауышуды нәсіп етсін. Сұхбатыңа рахмет. Мына сенің алдыңда Асылхан атты азамат өзінің өлең шумақтарын айтқан болатын. Мен де айтып берсем бола ма? Әрине, айта ғой. Күнде оқимын сен қалдырған хатыңды, іштей ғана қайталаймын атыңды. Көп болды ғой түн ұйқымды сағындым, қаншатан сен ойлаумен атырдым. Анашым, азайып бара жатыр күлкімде, мәңгілік көз жұмсам ғой бұл түнде. Кешір мені деп жабыссың хатында, мен сізге өкпелеу мүмкін бе? Қайран көңіл іштей ғана тынады, қайда екен бақыт жаттықтырағы. Не болса да көнен басқа амал жоқ, бұл да мүмкін бір алаң сынаға. Керемет, тағы да бір сұрағым бар еді. Сендер бұл өлеңдеріңді өздерің шығардыңдар ма? Бұл өлең емес, жүрегімде тұрған жауапсыз сұрақтар. Әкешім, анашым, егер мені көріп танып тұрсаңыздар, мені алып кетіңіздерші. Жансұлу, балалар үйінде жағдайларың қалай? Нақтырақ айтсақ, бос уақыттарыңды қалай өткізесіңдер? Біз қалай өткіземіз? Сабағымызға барамыз, тамағымызды жейміз. Қол бос кезде ойнаймыз. Айтарлықтай еш қызық жоқ. Басқа балалар секілді еркелететін әке-шешеміз, бауырларымыз, ата-әжеміз жоқ. Күнделікті бір өмір. Таң атады, кеш батады. Жансұлу, көкейіңде жүрген сұрақтар болса, бізге, көрермендерге айтуыңа болады. Мен ата-аналарға айтар едім. Қандай жағдай болмасын, балаларыңызды біз секілді жетім қылмаңыздар. Біз көп уақытымызды терезеге қарап өткіземіз. Анамыз, әкеміз келіп қалар деп, бірақ ешкім де келмейді. Жансұлу, жылама. Егер сені анаң немесе әкең көріп отырса, оларға не айтар едің? Сіздерді қатты жақсы көремін. Қайда жүрсеңіздер де аман жүріңіздер. Егер мені көріп отырсаңыздар, сіздерге ренжімеймін. Ешқашан кек сақтаған емеспін. Менің бір ғана арманым, бар ата-анам кім екенін білгім келеді. Бір құшақтасам болды. Сәбилеріңізді тастамаңыздаршы. Бақытты өмір сүрем деген үмітіне балта шаппаңыздаршы.